Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай бисквитный рулет сникерс дайындаймыз. Рулетіміз жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей керекті тағамдардың құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен карамелімізді дайындап аламыз. Ол үшін астық қалың табамызға секерімізді салып, ертіп аламыз. Отымызды орташа жылдамдықта болу қажет. Міне секеріміз осылай еру қажет. Осылай ере бастағанда лопатканың көмегімен араластырып тұрамыз. Міне осылай секеріміз еру қажет. Ергеннен кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Одан соң ыстық сливкиімізді үстінен құямыз. Сливкиіміз біздің міндетті түрде ыссы болу қажет. Осылай шамамен 4-5 минут оттың үстінде араластыра отыра қайнатып аламыз. Тезірек суу үшін карамелімізді бөлек табаға құямыз. Карамель өзі суыған соң қоюланады. Енді карамелім суыған соң бисквитімізді дайындауға кірісеміз. Жұмыртқаларымыз бөлме температурасында болған дұрыс. Сонда жұмыртқамыз жақсы көтеріледі. 5 жұмыртқамызды табамызға жарамыз. Одан соң шым-шым тұз салып миксерлейміз. Жұмыртқамыз сәл көтерілген соң үстіне секерімізді саламыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, тағы да пышный масса болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бөлек табаға ұнға какао мен разрыхлительді салып араластырып аламыз. Араластырып алған соң пергамент қағазы төселген противенге бисквитімізді құямыз. Осылай 4 бұрыш қылып, тіп-тіке етіп жайып шығамыз. градуста қызып тұрған пеште 10 минут пісіріп аламыз. Карамель суыды. Суыған соң үстіне арахисімізді салып, араластырып қоямыз. Міне 10 минутымыз өтті. Біздің бисквитіміз дайын. Бисквитті духовкадан шығарып, астына орамал төсеп, осылай рулет қылып бүктеп қоямыз. Енді креміне кірісеміз. Оған біз сливки салқын болу керек міндетті түрде. Сливкиімізді миксерлейміз. Сахарный пудрымызды қосамыз. Одан соң творожный сырымызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Креміміз осылай қоюлану қажет. Ал енді рулетімізді жинаймыз. Рулетіміз суыған соң осылай жайып шығамыз. Жайып алған соң бірінші үстіне карамелімізді жағып шығамыз.
Карамель жаққанда до конца жақпаймыз, бір шетінен 4 сантиметрде қалдырамыз. Оның үстінен кремімізді жағамыз. Кремімізді жағып болған соң, рулетімізді жинаймыз. Рулетімізді жинап алған соң, пищевой пленкаға орап, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Алдымен шоколадты ертіп аламыз. Микроволновкада немесе водяной баняда. Микроволновкада ертсеңіз, 10 минут сайын араластырып тұрыңыз. Шоколадты еріген соң, үстіне сұйық май қойып араластырып аламыз. Содан соң, уатылған аракисімізді салып, тағы да бір рет араластырып аламыз. Міне біздің бисквит холодильникте тұрды. Сыртында пищевой пленкасын аламыз. Бисквитті міндетті түрде холодильникке салып алған дұрыс. Сонда ғана үстіне глазур жақсы жағылады. Ал енді үстіне бағына дайындап алған глазурымызды құямыз. Және де тағы да холодильникке 30 минутқа глазуры қатқанша салып қоямыз. Міне осымен біздің бисквитіміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай бисквит өте жұмсақ. Ал дәмін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сол үшін сіздерге міндетті түрде пісіріп көруге кеңес беремін. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ас болсын!